Қайырлы күн достар, менің парақшама тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге көз ауруларын алдын алатын жеміс-жидектермен бөліскелі отырмын. Алдымен оның құрамына сәбіз. Бұл көкөністің құрамында жанарыңыздың саулығын сақтайтын А және Б, С, Д, Е дәрумендері өте көп. Мәселен, бета-каротин жасы ұлғайғандардың жанарына керемет көмектеседі. Сонымен қатар бұның құрамында калий, кальций бар. Және де одан бөлек қызылша. Қызылша ол көз ауруларының алдын алады және де тек қана көз ауруларына ғана емес, оның үстіне ағзаға да өте пайдалы. 2 ас қасық қызылша шырынына сәбіз бен ақжелкен шырынын араластырып ішсе өте пайдалы. Сонымен қатар үйдегі бар жұмыртқа. Жұмыртқа ең пайдалы тағамдардың бірі. Оның құрамында күкірт, лютеин және амин қышқылы бар. Бұл заттар көзді сақтап, жанарыңыздың қорғаудан сақтайды. Бұл жұмыртқаны күнде тұтынып тұрған өте пайдалы. Кезекті жемісіміз, көкөнісіміз ол брокколи. Көздің көруін жақсартып, суаңғарлықтан сақтайды. Оның құрамынан көзге аса қажетті лютеин мен зеаксантин қызметтері кездеседі. Лютеин ол көзге өте пайдалы. Брокколи жеп тұтынып тұрыңыздар. Одан бөлек балық. Балық та өз кезегінде көз үшін өте пайдалы тағам қатарына жатады. Өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығы үшін әрқашан балық жеуге кеңес етемін. Және де жеміс-жидектерден әсіресе апельсин. Апельсин ол С витаминіне пайдалы. Бұл жемістер көздің тамырларын сақтап, көруін жақсартады. Сонымен бірге түрлі аурулардан қорғайды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер.